Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні 60-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы дәруменнің пайдасы. Бүгінгі сабақта сендер өлеңді рөлге бөліп оқып, кейіпкерлерді табатын боласыңдар. 1-ші тапсырма. Көкөністердің денсаулыққа пайдасы туралы не білесің? Күн сайын, жылдың кез келген уақытында ағзамызға көкөністер қажет. Олар денсаулық кепілі. Оларды дұрыс таңдау арқылы ағзамызды тек көмірсумен, маймен, дәрумендермен, минералды заттармен ғана емес, мұнымен қатар амин қышқылдарынан бөлініп шығатын ақуызбен қамтамасыз етеміз. Түрлі көкөніспен тамақтанатын адамдар мүлдем ауырмай, өмір жасы ұзақ болады. Көкөністер адамның денсаулығына өте пайдалы екен. Бүгінгі өтетін біздің сабағымыз осы көкөністер жайында болмақ. 2-ші тапсырма. Рөлге бөліп оқы. Көкөністер мен жемістер айтысы. Сәбіз. Адамның бойын өсірем. Ауруын көздің кетірем. Бойшаң сұлу сәбізбін. Күн көзімен жетілем. Қарбыз. Шөлдесе шөлі қанатын, бүйрекке шипа табатын, адам үшін пайдалы, жоғары менің санатым. Пияз. Жасауратып көзіңді, ауруға қылам төзімді, мыңда бір шипа пиязбын, серт қылам осы сөзімді. Алма. Алма деген арумын, темірдің көзі дәрумін, сақталамын тым ұзақ, сондықтан мен тәуірмін. Қызылша. Қызылша деген атым бар, қант берер затым бар, адам қанын көбейтем, ал сендер тыныш жатыңдар. Бағбан. Таласпаңдар, қойыңдар, араздықты жойыңдар, бәрін қымбат мен үшін, бағбанмын ғой мойындар. Жадыра. Жұмакүлбай. Сөздікпен жұмыс. Темірдің көзі дәрумін. Бұл алманың құрамында темір минералы бар деген мағынаны береді. Анықта. Кейіптеу тәсілімен суреттелген кейіпкерлерді ата. Кейіптеу тәсілімен суреттелген кейіпкерлер сәбіз, қарбыз, пияз, алма, қызылша. Дәптермен жұмыс. 4-ші тапсырма. Жұмбақты шеш, оның суретін сал. Бұл не деген көп киім, жетпес қабат көк киім, жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл орам жапырақ. Білгенің жөн. Жылдың кез келген уақытында адам ағзасына дәрумен қажет. Дәруменді жеміс-жидек пен көкөністен аламыз. Қорытындыла. 5-ші тапсырма. Сурет бойынша ойыңды қорытып айтып бер. Көкөністерде дәрумендер көп. А дәрумені қызыл бұрыш, сарымсақ, қызанақта бар. В дәрумені қиярда, қырыққабат сәбізде кездеседі. Ал С дәрумені қарақатта, лимон, мандариндерде кездеседі екен. Д дәрумені алма, алмұрт, пияз, жүзімде кездеседі. Сәбіздің пайдасы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Үйге тапсырма. Суреттегілердің бірінің пайдасы туралы ақпарат іздеп келесіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.